Ауыл шетіндегі жыпынылау үйге соңғы үлгідегі қымбат қара көлік тоқтап, ішінен сәнді киінген екеу ағаштан жасалған шарбақтың жібін шешіп, үйге беттеді. Өрістен қайтқан сиырлар ашық тұрған қақпадан кіріп, онсыз да өз малына жеткізе алмай тұрған шамалы сабандарын жеп қоймасын деген оймен жіптің байланғанының байыбына бармастан айқайға басқан қайын ағасының амандық сұрасуы сол еді. Анадайда өредегі құртын жинап, кешкі астың қамына кіріскен Айымжанға қаладан жаңа келген абысыны ет ас деп бұйырды. Бұлардың дөрекі мінезіне төселген келін қолына үлкен шарасын ұстап, енесінің алдына барды. Ауыл аймаққа шайпау мінезімен танылған Жамалдың алтын көрсе, жолдан таяр, екі жүзділігі баршаға мәлім. Сағат тілімен қосыла құбылып отыратын енесі, қаладағылар келмес бұрын аузын толтыра, келінен сыбап алған. Сондағысы, Айымжанға тағар бар кінәсі әке-шешесінің жағдайының төмендігі. Жасауын жарытып әкелмегендігі үшін есіне түссе жер-жебіріне жетіп, айызы қанғанша ашуын тарқататын. Қала берді құдалықта кигізген құдағидың сандық түбінде жатқан жыртық сырт киімін сөз етіп, мұны келін еткелі 10 жыл өтсе де сырт киім әпермей, сол жаман шубасын өзіне кигізіп қойды. Айымжан жастайынан өжет, бірбеткей болып өскенімен 18-ге толар-толмас басып алып қашқан қанаттың қолында басылып, жүні жығылып қалғалы қашан. 3 жылдың кенжесі болса да, бір басы ерте екеу болған қанаттың көнбіс мінезі анасына майдай жағатын. Айтқанын екі еткізбей, құрықты мықтап салған Жамалдың өзге ұлдарына шамасы келмеді. Орда бұзар жасқа келгенше үйленбей жүріп алған екеуі екі дөкейдің қызын алып, шіреніп шыға келді. Келіндері бірінен бірі өткен жалмаңдаған жалмауыз дерсің. Шалқыған бай болса да шығымы жоқ. Жағымпазданып енесіне бір шүберек орамалдарды әзер әкелгенімен, сол үйдің отымен кіріп күлімен шығатын Айжамалға таста жоқ. Абысындарының жолы үлкен болғанымен өзінен кейінірек түскен соң, құдалықтың жай-жапсарынан хабардар Айымжанның іштегі өксігі қара қазандай жиылып қалған. Байдың екі қызы мұрындарын шүйіре, мұны адам орнына да көрмейтін. Енесі де солардың алдында зыр жүгіріп, бәйек болатын. Үлкен қайынағасы Мақсат, жігіттің серісі, қыздардың көзінің құрты болатын. Қылымсыған қылықты қыздардың талайына сөз салып, үйіне әкеліп, анасымен таныстырған. Реңбасы келіскен сұлулардың бірінде жақтыртпаған Жамал, «Өй, мұны да қатын қып, артынан күн көрініп тұрған тақыр кедей, қатын болып жартатын қыз емес?» «Ту, мама, тәп-тәуір қыз ғой, ең бастысы, мен Айшаны сүйем», деп қасқайып қарсы тұрса да, анасы соңына дейін табандап тұрып алды. Жамал үнемі бойдақ ұлдарына, яғни Айымжанның қайын ағаларының құлақтарына, тексіз жер болса да, түгі жоқ жерден қыз алмаңдар. Сүйіп қосылған шын ғашықтар отыр ғой міне, дымға жарымай. Құдай біледі, қанат көзсіз сүймей ақылға жеңдіргенде, қазір қайын жұртында шалқып жүрер ме еді, деп Құдайдың құтты күні құлақтарына құйып отырды. Енесінің аузынан шыққан әрбір сөзді жүрегіне жақын қабылдайтын Айымжанға ауыр тиетін. Жолдасы қанаттың зәбірі жоқ болса да, енесінің шақыстыруымен жиі таяқ жейтінге жүретін. Айтқанының аузы, жылағанның көзі жаман деп өзінің дұрыстап алатын Жамал келінін бала шағасымен бірнеше рет төркініне жыламсыратып апарып тастаған. Тірлігіменен мін таппаса да, бәле іздеген адамға ілік табылар. Басқа түссе баспақшыл, көкбет, бір бетке құдағайдан мезі болған Айымжанның атанасы, ішіме сыйған қызым сыртыма да сияр деумен 3 баласымен жәутеңдетіп алып қалды. Бірақ күйеуі Қанат жары мен балаларынсыз қамығып, қайта үйіне қайтарғанша сүмеңдеп жүріп алды. Артынша қайын ағасы үйленетінін айтып, құдалық тойға дайындалып кетті. Жамалға келін емес, оның қызметі керек еді. Үйіне қайта келгеннен бастап күңше жұмсап, қайта күшіне мініп алды. Айша сұлу, сүйгені Мақсатпен бір болмады. Екі ғашықты қарсы айырған Жамал батасын бермей қиын қылған. Мұның шағып, жағдай сұрасып жүретін қыз Айымжанның жан құрбысына айналғандай. Мақсаттың басқамен отау тіккелі жатқанын сүйіктісіне жеткізу қиынның қиыны. Ет жүрегі елжіреген жігіт анасынан аттап кете алмай, ақыры бір дөкейдің қызына ауыз салды. Кең иықты,
Сұңғақ бойлы аққұбаша жігіттің сабазының көзі түйіскен қызды ессіз өзіне баурап әкететін. Айнұрды сүйіп, өліп өшпесе де қарым-қатынасын нығайтпаса, үзе қоймады. Жастардың ара қатынасы үйленуге алып келді. Қыздың туыстары жұпыны жігітке ұзатуды құп көрмеді. Бірақ бетінен қақпай еркелетіп өсірген еркетай қыздарына әкем мен ана ақ батасын берген. Дәл осы кезде Айымжанды төркінінен қайтарып, сүйіктісімен қауышқан қанаттың сезімдері қайта лаулады. Жамалдың өктем мінезіне шыдап, балалар үшін өмір сүруден жалықпаған Айымжанның алдынан тағы да бір сынақтар тосып тұрды. Үлкен қайынағасы келіншек әкеліп беташар тойын өткізер шақта Айша үйге келіп, жыларман халде некесін қимауын сұранып, мақсатқа жалынды. Қыздың жығылып, жігіттің үйіне көз жасын көлдетіп отырғаны елдің күлкісін келтірсе, Жамалдың ашуын тудырды. Жон терсін басына қаптап қуып шықты. Көзіне жас, көкірекке ыза тығылған Айымжан мен қайнағасының Айшаға жан ашып, іште қатты қынжылғаны ешкімді де райынан қайтармады. Некелері қиылды. Дүркіреген тойда өтті. Әрине, Айнұрдың дәулеті асып-тасып, бәрінде үлде мен бүлдеге бөлеп тастады. Бәрінен де қуаныштан сайрап, жүрегі жарыла арманы орындалған Жамал ғана. Айнұр болса, сүймесе де сұлу жігіттің жара танғанына мәз. Жас келін болса да Айымжанға шешейлік таныта, өктемдігін жүргізген Айнұрды енесінен басқа ешкім жақтырмайтын. Айшаның көз жасы жібермеді ме, әйтеуір құрсағына бала бітпей әбігерге салғаны. Жағдайын жасап қалған келіншек ауылда ұзақ тұрақтамады. Душ пен джакузиі жоқ деп жүріп күйеуін алып қалаға тартты. Жамал да сол келінге жағымпазданып өздерімен бірге кетуді көздеп еді, келіні ыңғай танытпады. Айнұрдың: «Апашка, қонысымыз жайлансын, сізді келіп өзіміз алып кетеміз мына лашықтан» деген сөзіне иланған Жамал күнде терезеге телміріп қақпаны қарауылдайтын. Ауық-ауықта Айымжанға уы мен заһарын шашып сүлкіп алмаса, жаны байыз таппайтын. Қанат бұрынғыдай айтақтаса үріп шығар ермек күшік емес. Соңғы рет төркініне жалынып, ендігі жылатпаспын қызыңызды деген анты берік. Үлкен келінінің кигізген кит кепшінің үстіне іліп, арлы-берлі көшені бермей, аузын толтыра байлығын айта көршіге мақтана-мақтана құлақтарға жауыр болды. Құдағиын елеп ескеріп төрін ұсынатын құдалары жоқ. Сол бір ұзатылып алғаннан соң қайта есік ашып, дастарханнан дәм татпаған Жамалдың жеген еті әлі тісінің арасында жүргендей. Жиі тамсанып, Айымжандарға масаттана марғая құдаларымен мақтанғанымен, енесінің сұрықсыз қылығына үйренісіп алған келіні тысым қылмайтын. Екінші қайынағасы Болат Мақсаттың үйінде жиі барғыштап, ақыры басы бәлеге ұрынды. Айнұр жеңгесінің ауылдан келген сіңілісін бүлдіріп, дау астында қалды. Төркіннің алдында абыройдан жұрдай болған Айнұрдың қайнысы мен сіңілісі Сараны қосудың жалғыз тығырықтан шығар жолы екенін білдір. Бұл сұмдық жаңалықты Жамал жайбарақат қабылдады, себебі оған бірінші кезекте баласының бақытынан байлық қымбатырақ еді. Екінші келіннің де Байбағланның қызы болғанына қатты қуанып, балаларын мақтан тұтты. Әні-міні дегенше Болат пен Сараның да дүркіреген тойы өтіп, бәрі үйлі жайлы, бақытты жандарша көрінетін. Көңілі жайланған Жамалдың түкірігі жерге тимеді. Ел-жұрт көрші қолаңға өтірік шыны аралас әңгімесін айтып жалықтырғаны сонша, ешкім онымен сөйлескісі келмей алыстан теріс бұрылатын. Үлкен ұлы қалада, екіншісі қайын жұртының қолына кіріп алып, күшік күйеулікке төселіп алыпты. Келіншегінің шашбауын көтеріп, шуын жиып, дастарханына шейін жайнатып қояды. Сара үш қыздың ортаншысы болса да әлі есейіп, ақыл тоқтатпаған. Шолжаңдап жүріп тұңғышы әлиді босанды. Енесі Жамал Айымжанға жасамаған күтімді көрсетпек болып, құдаларының үйіне барды. Перзентханадан шығарып алған соң Сараның әкесі үлкен отырыс жасап, немересінің өмірге келгенін тойлады. Қуаныштан ішімдіктен асыра сілтеп алған Жамалдың әбес қылықтары ұлының намысын келтірді. Кеш қонақтарының мазасын алып, құдаларын ұятқа қалдырып, ертеңіне амалсыз қайта ауылына қайтады. Бәрінен де құдағиының: «Дым көрмеген бейшара, біздің абыройымызды айрандай төккенін қараңдаршы, енді қай бетімізбен елге қараймыз» деген сөздері жанына батты.
Үнемі Айымжанның үйіне барса, ұрыс пен бүлік шығарғысы келіп тұратын Жамалдың бұл жолы оңбай жығылды. Бай-байға, сай-сайға құяды демекші, құдасын құдайындай сыйлайтын құдалар Сараның әке-шешесі емес. Жолдан аяғы ауырлап, оң жақта отырып құрсақ көтерген үшін ғана Болатқа басын қосқан. Үйіне келісімен көзі ағарып, зарлап жылаған енесіне не болғанын түсінбеген Айымжанның зәресі қалмады. Жамал ұлдарын шақыртып, енді ауылда тұра алмайтынын, қолдағы келіннен дұрыс күтім көрмегенін айтып шағымданды. Келіншегінің түйілген қабағынан қаймықса да, Мақсат анасын өзімен алып кетті. Айнұрдың, анаң ауылдақ тұра беретін адам ғой, екеуміз де таңнан кешке дейін жұмыстамыз. Айтып қояйын, мен енемнің кір қоңын жуып, тамағын әзірлеп отыратын ибалы келін емеспін, деп шарт-бұрт айтты да жатын бөлмесінен шықпай жатып алды. Келіншегіне әлі келмеген Мақсаттың ашуы шығып, үйден кетіп қалады. Жүрегі жібімей-ақ қойған Мақсаттың шын сүйгені, көңілі Айшада ғана. Отасқалы 3-4 жылдан асса да, бір сәтке Айшасын жүректен өшірмеген Мақсатқа Айнұрмен өмір сүру қиындай түскен. Екеуін ұстап тұрған, қадалған жерінен қан алмай қоймайтын Айнұрдың көзсіз махаббаты ғана. Балаларын ажырастыру үшін барғандай болған Жамал ыңғайсызданып, ауылына жиналды. Бірнеше күннен бері үй бетін көрмей кеткен Мақсат ара қатынастың нүктесін қоюды ұйғарды. Саусағындағы неке жүзігін шешіп Айнұрға: «Бәрі бітті, мен сенімен ендігі бір шаңырақта тұрып, бір төсекте бөлісе алмаймын», деді. Жамал баласына тоқтау, келініне басу айта алмай мелшиіп тұрып қалды. Анасын алып үйден шығар жолда жолдарын кес-кестеп, көз жасына ерік берген Айнұр өздерімен бірге ала кетуін сұранды. Бір жіберген қателікті екінші жасамауға тырысқан Мақсат жібе қоймады. Алды-артына қарамай анасын алды да ауылға жол жүрді. Ауылға жетер-жетпес бұларды күтіп алған Болаттың да жағдайы мүшкіл. Ашуға булыққан Айнұр әкесіне қоңырау шалып, қайнысы Болатқа қоқан-лоққы жасаған. Қорыққанға көз көрініп, дереу жолға шығып ағасының райынан қайтару үшін барын салды. Қолдағы барынан бір-ақ күнде айырылғысы келмеген інісі ағасын сабырға шақырды. Маңдай терімен тірнектеп жинаған мал-мүлкі болмаса да, жайлы өмірге төселіп қалған Мақсат қызумен артық қылғанын мойындады. Артынша Айнұр да ауылға келіп, енесімен жолдасының кешірімін алу үшін барын салды. Арамдықпен үй ішіндегілерді өзіне баурап, қалайда күйеуін көндіріп, қалаға қайтарғысы келді. Алыптардың айқасында шыбын жаны үшін шырқырап Айымжан да жүр. Абысыны бар кінәні сол байқұстан көрді. «Енеңе жақсы қарасаң, айрандай ойып отырған отбасының шырқын бұзбас еді», деп қала көргісі келген Жамалдың әрекетін бұрмалап, қанатқа шақыстыруды бастады. Қаланың рахат өміріне үйреніп қалған үлкен келіні Айнұрға ауылда тұру нағыз мұң. Бітпейтін күйбең тіршіліктің иіріп әкетіп, енесінің шайпау мінезіне де шыдап жүрген Айымжанға қызыға да, қызғана қарайтын күнде кешкісін баланың у-шуынан мезі болып, аузынан бала тууды білесің де, қарауды білмейсің, онсыз да күндіз дамыл таппаймын, тым болмаса түнде тыныштық беріңдерші, деген ащы сөздер шықты. Енесі: «Қой қарағым, сенің олай асылық еткенің жарамас», деп еді күйеуі Мақсат. «Алла бұның осы пейіл үшін де бала бермейді. Қатын болып та, бала туып та қатырмадың. Мен сенімен ажырасқым келеді. Менің басымды босатшы. Біз бір-біріміз үшін жаратылмағанбыз», деп жеріне қарады. Тағдырдың маңдайға жазғаны сол болса, мен көнбей қайтейін. Мейлі сойлаяқ болсын, мен бәріне көндім. Таңертең ажырасуға арыз тастаймын деген Айнұрдың сөздеріне Мақсат сырттай сездірмесе де іштей қуанды. Ертесіне екеуі келісіммен жалғыз жүзінде қағазға қол қойғанымен соттың ойлануға берген уақытында тағдыр екеуін қайта байлап қояды. Я, көптен күткен Айнұрдың аяғы ауырлап, досынан келген жаңалықты жақсылыққа жорыды. Бұл жағдай Мақсаттан басқаның бәріне шексіз қуаныш сыйлады. Жазықсыз нәрестенің обалына қалмас үшін келіншегі аман-есен босанғанша жанында болуды ұйғарды. Бәрі оңалып өз орнына келгендей болатын. Үлкен баласы отбасын сақтап қалғанына қуанып жүргенде, ортаншысы Болаттың басына қара бұлт үйірілді.
әу бастан-ақ күйеу баласын шеттеткен қайын жұрты ақыр соңында үйлерінен қуып шығады. Үлкен ұлының отбасын сақтап қалғанымен, екінші ұлының мәселесі Жамал апаны қашытып жіберді. Қанша тыраштанғанымен өзінің дегені бола қоймайтынына көзі жеткен соң, қолын бір-ақ сілтеп, бөлмесінен шықпай қойды. Құдалары өзін адам орнына көрмейтінін жақсы білетін. Онсыз да қадірі қашқан Жамал апаның келінінің төркініне баруға беті жоқ. Десе де, бар ашуын Айымжаннан алып, айналасына уын жайып отыруын доғармады. Уақыт зулап өте берді. Бір күні екінші келіні Сара немересін алып өз аяғымен келіп күйеу балатпен қайта табысқысы келетінін айтты. Келіншегінің көптен сағынып жүрген Болат алып ұшып тұрды. Баласын өбектеп, айналып толғанғанын көрген Жамал апа, білгендеріңді қылыңдар дегендей қолын бір сілтеді. Қайын жұртының қолына енді қайтып барып тұруға зауқы жоқ Болат әзірге пәтер жалдап тұруды жөн көрді. Бәрібір де әу бастан қайын жұртына арқа сүйеп, дәмеленіп қалған оған қайын атасы қыз үшін 3 бөлмеде пәтер сатып әперді. Болат жалған намыстан қайтсын, ай санғы пәтерақыны әзер тауып жүргенінде бұндай көмектен бас тартатын ақымағы ол емес. Дайын асқа тық қасық болған екеуі ақыр соңында қайта келіннің төркінінде қоныс тепті. Жамал апаға ұлдарының үйге келмей кеткені емес, әйтеуір қандай болса да қатындарымен тиыш өмір сүріп, өзімен өзі болып кеткені керек еді. Дегені болды. Бай-бай деп, екі ұлын ұзатқандай етіп артына қаратпай, бай батшаның құлы етті. Өзіне не пайда? Байлығынан не пайда? Алыстан ат арылтып келгенде, қабақ шытып шай беретін келін жоқ. Агамсыратып жапқан бір шүберек орамалына мәз Жамал апа, сонда да сол екі келіннің күйін күйттеп, кіші келіннің жер-жебіріне жеткені жаны сүйетін. Бүгін міне тағы да қаладағы абысыны шіреніп келді де, етас деп бұйырып, ауылға келгенін міндет қылды. Жаңа ғана Айымжанды сөзбен сыбап алған енесі күрт өзгеріп, жайнап сала бергені несі? Абысындар қанша жерден тату болуға тырысқанымен, әр қайсысы өзіндік менін бірінші орынға қоятын. Келіндеріне басу айтып, ынтымағын жарастыратын ененің көксегені басқа. Балық басынан шіріген, әлсізге қорлық көрсетіп, мықтының аяғында құрдай жорғалауға өзіне керек педі. Кезінде Жамал апа жалғыз абысынымен текеттіресіп, бақталасып жүріп, келешек өміріне балта шауып алған болатын. Жасанды өмірге қызығып, жоқ жерден өзі мен өзгенің өміріне орынсыз килігетін. Жамал апа бай қуатты жерден шыққан абысынын көре алмай, үнемі өзін «егер де мен бай болғанымда» деген қағиданы бұлжымас заң ретінде қабылдап, байлыққа бәрін тіреп қоятын. Әттең, мына әлемде байлықтан басқа да құндылықтарға мән бергенде, бәрі де басқаша болар еді ма еді. Үлкен ұлы сүйген қызы Айшаға үйленіп, үбірлі-шүбірлі, ортаншысы жүрегі қалағанына қосылып, күшік күйеу болғанша өз отауының іргесін өзі қаласа. Ал бәрінен де шек көріп, үнемі жоқшылығын бетіне басқан Айымжанның жақсылығын ескеріп, маңдайынан иіскеп, ақ батасын берсе одан асқан дана ана табылар ма еді? Жоқ. Көздер мен көкіректі шел басты. Сүтке тиген мысықша ырылдасып өтіп жатқан өмірі. Сүмірейген келіннің тілі салағылаш шығып, қазірде енесін көзбен де, сөзбен де түйреп отыр. Бұған кім кінәлі? Байлықты бақыт деп қуғандардың бәрі бақытты ма? Күндескен келіндердің соңғы ағайынды араздастырып, ынтымақты ыдырату екенін Жамал апа дер кезінде түсінсе, қазір 3 келіні сырлас құрбыға айналып, енесіне қолғабыс қылар еді. Бірақ әттең, сол бір ауыл шетіндегі тозығы жеткен үйдің берекесі кеткелі қашан. Кейде Жамал апаның үстіне жылтыр киімдерді қабаттап киіп, көше-көшені дуанаша кезіп алжып жүргенін, жас балалардың оған тас атып қашқанын көріп, Аллаға асылық қылғандардың жай күйі осылай болады екен ғой деп, іштей өзім де тәубеге шақырамын. Ей пенделер-ай, 5 күн жалғанда бір-бірін сыйлап, қадіріңді білгенге не жетсін? Күндестік көрге тықпаса, төрге жетелемейтінін жеткізгім келді. Әңгіменің соңы. Осы бір әңгімеден әрбір ене мен келін
өзіне сабақ алар деген үміттемін.